Жақсыбай Арушан, сыныптасым Әскербек Нұрдәулеттен ұлы даланың ұлы тұлғасы Әл-Фарабидің тағылымын өзгеге тарту эстафетасын қабылдаймын. Өнер мен ғылымның және әлемдік сауданың орталығына айналған орта ғасырлық қалалар Отырар мен Түркістанда ұлы ойшылдарымыз Әл-Фараби мен Қожа Ахмет Яссауи өмір сүріп, ілім таратқаны баршамызға мәлім. Ал олардың еңбектерін зерттеп, Әл-Фарабидің туған жері қазіргі қазақ елі екенін дәлелдеп, картаға түсірген Ақжан Әлмашани да біреу білсе, біреу білмес. Әлем елдерінің кітапханаларында шашырап кеткен Әл-Фарабидің еңбектерін жинап, 1969 жылы ғұламаның бетін тапқан. Ақжан Жақсыбекұлы Кеплер еңбектеріндегі кейбір жазбалардың Әл-Фарабиден алынғандығын дәлелдеп, 1984 жылы Кувейтте шығатын Әл-Фараби журналында Орта Азияның мәдениет шамшырақтары атты мақалаға жариялаған. Осыдан кейін Әл-Фарабиді ашқан Әлмашани деген ат қалған. Адам ғалам ғажайып шеге дара, жан құмары ізденген мәңгі сана. Өзіңді өзің танысаң істің басы, түзеген өз ғаламың болған дана демекші Әлмашани сөзімен эстафетаны ата-аналарға жолдаймын.